Сіңдерме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. Өткен сабақта зат есімнің тәуелденуін өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта тәуелдік жалғауының қолданысын білесіңдер. Ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін ажыратасыңдар. Бізге жұмбақ берілген. Жұмбақтың шешуін табу үшін өлеңнің ұйқасын табыңдар. Жүнді жайып өрнектеп, шигорап тептік төбелеп, сосын аштық көрмек боп, дайын болды. Текемет. Ендеше біздің оқитын мәтініміз текемет жайында болмақ. Мәтінді оқимын, мұқият тыңдандар. Текемет бетіне түрлі түсті ою өрнек басылған үй жиһазы. Бұл төсеніш түрі күрделі сатылардан тұратын пісіру әдісімен дайындалады. Жуылып, түтілген жүнді жайып, оның үстіне басқа түттерге боялған жүннен өрнек салады. Содан кейін оны сулап, пісіріп, бастыруға кіріседі. Текемет басу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр. Енді осы тақырыпқа берілген өлеңді бірге оқиық. Біреуі жүн жаймалап, біреуі су себеді. Енді бірі шигорап, жабылып бәрі тебеді. Ыстық су құйып үстіне қатайсын деп қарпиды. Шықты киіз пісті де, сыннан өтіп сан қилы. Оқыған мәтіндерімізді салыстырайық. Қайсысы көркем мәтін, қайсысы ғылыми танымдық мәтін. Мәтін ғылыми танымдық мәтін. Өлең көркем мәтін. Себебі мәтінде текемет нақты бейнеленсе, өлеңде көркем бейнеленген. Текемет туралы толығырақ білу үшін келесі бейнематериалға назар аударыңдар. Киіз басу ежелден дала халықтарында кең тараған. Көшпенді өмірінің әр кезеңінде кезіккен бірден бір материал болғандықтан, оны өңдеу кәсібі қалыптасып дами түскендігі соншалық, көркемдік шешімі жоғары өнер туындысы ретінде танылған. Киіз ата-бабаларымызды ызғарлы жел мен қара суықпен қатар жау жебесінен, тіпті тылсым күштерге қарсы қорған болған. Негізінен бұл қолданбалы сәндік өнер ақбоз үйді әрлеуге де пайдаланылды. Киіз өнімдерін жасау әу бастан-ақ қазақ халқының байырғы ата кәсібі саналады. Бабаларымыздың дәстүрлі баспанасының аты айтып тұрғандай, киіз үйдің сәнін келтіріп, жайлықты қамтамасыз ету үшін керегесіне түрлі түсті ою өрнек басылған түскиіз ілінсе, еденге текемет төселген. Жалпы алғанда, киіз басу барлық жерлерде бір тәсілмен орындалады. Бұл үрдіске көбінесе қойдың ескі түсті күзем жүні пайдаланылады. Алдымен тегістеп жайылған ши бетіне бірыңғай түсті жүн қалың етіп тартылады. Ол текеметтің көлеміне тікелей байланысты болады. Кейін осы қабаттың үстіне ою өрнек түседі. Қазақи нақышта жасалатын төсеніштерге негізінен аң-құстар мен өсімдіктер бейнесіне тән өрнектер салынады. Біртекті оюлар сәл өзгертілгенімен ортақ композициялық көріністі бұзбайды. Жалпы ою мен ою өрнектейтін қазақ халқының әрбір белгісінің терең мағыналық мәні бар. Бейнематериалдағы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Берілген түбір сөзбен тәуелденген сөздерді өзара салыстырайықшы. Білек, білегі, моншақ, моншағы, аспап, аспабым, халық, халқы, әріп, әрпім. Не байқадыңдар? Тәуелдік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңындағы қатаң п, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. Мысалы, доп, добы, жүрек, жүрегі, қалақ, қалағы. Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Мысалы, халық, халқы, әріп, әрпі. Сөздерге тиісті тәуелдік жалғауын жалғап жазыңдаршы.
Біздің халқымыз бақытты. Сенің дауысың естілмейді. Менің уақытым болмады. Мемлекеттің мүлкін шашпа. Ораз ернін жыбырлатты. Қарамен жазылған сөздерді бірге қайта оқиық. Халқымыз, дауысың, уақытым, мүлкін, ернін. Бұл сөздердің жазылуын естеріңе сақтаңдар. Берілген суретке мұқият қараңдар. Бұл суреттің атауы ісмер. Сурет, тақырып және тірек сөздер арқылы мәтін құрастырыңдаршы. Тірек сөздерді оқимын. Тұскиіз, бөлме қабырғасын сәндеу, ұлттық жиһаз, ісмер, түсті жіп, кестелеу, ұсақ моншақтар, алтын зерлі жіп, өрнек, сән беру. Бұл тірек сөздердің барлығын қолдануға тырысыңдар. Мәтін құрастыра алдыңдар ма? Мен өз нұсқамды оқиын. Ісмер. Менің әжем ісмер. Әжем көп затты еді. Бөлменің қабырғасын сәндеу үшін тұскиіз тікті. Тұскиіз ұлттық жиһаздың бірі. Оны жасауға түрлі түсті алтын зерлі жіптерді пайдаланды. Оған ою өрнектер де салды. Тұскиіз бөлмеге сән беріп тұр. Маған ұсақ моншақтарды кестелеп, қамзол тігіп берді. Менің қуанышымда шек жоқ. Балалар, мәтіннен тәуелденген зат есімдерді тауып көріңдерші. Мұнда әжем бірінші жақта тәуелденіп тұр. Қабырғасы үшінші жақта тұр. Қуанышым бірінші жақта тұр. Сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Балалар, моншақ сөзін жекеше және көпше түрде тәуелдеп айтайық. Менің моншағым, сенің моншағың, сіздің моншағыңыз, оның моншағы. Біздің моншағымыз, сендердің моншақтарың, сіздердің моншақтарыңыз, олардың моншақтары. Түбір сөздегі өзгерісті байқадыңдар ма? Я, мұндағы қ дыбысы ғ дыбысына айналған. Бұл өзгерісті естеріңнен шығармаңдар. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Тәуелдік жалғауының қолданысын білдіңдер. Ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін ажыраттыңдар. Бәрекелді балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.